Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше, дәмді, құймақты торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін ең алдымен ыдысқа жұмыртқа саламыз. Кейін үстіне шекер салып, екеуін жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Құймақтың құрамына қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Жұмыртқа мен шекерді жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне ас содасын, тұзды және де өсімдік майын, одан кейін сүтті қосып барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Бұл тортты жасау үшін құймақты өзіңіздің рецептіңізбен дайындасаңыз да болады. Менің көрсеткен рецептімді пайдалану міндетті емес, ол өз қалауыңызда. Ендігі кезекте барлығын араластырып болғаннан кейін қазір ғана қайнаған ыстық суды құйып, қайтадан барлығын бір араластырып аламыз. Сұйық массалардың бәрін қосып болғаннан кейін ендігі үстіне ұнды қосамыз. Ұнды қосқаннан кейін барлығы біркелкі болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Видеода көрсетілгендей аздап сұйықтау масса дайын болуы керек. Енді құймақтарымызды пісіреміз. Ол үшін алдымен табамызды бір майлап аламыз. Табаны тек қана ең басында бір рет майласаңыз жеткілікті. Құймақты құйғаннан кейін бақылап тұрып, жан-жақтары қызарғаннан кейін екінші жағына ауыстырамыз. Жандары аздап қызарса жеткілікті, қатты қызартып қажет емес. Ондай жағдайда құймақтарымыз күйіп кетуі мүмкін. Ақырын жандарынан алып, екінші бетіне ауыстырамыз. Екінші жағы тез піседі, сондықтан 1-2 минут қана табада ұстап, содан кейін оны алсақ жарайды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай құймақты ыдысқа салғаннан кейін бетін кез келген қақпақпен жауып қойсаңыздар, құймақтарыңыз жұп-жұмсақ, жұқа, жан-жақтары сынбайтындай болып шығады. Дәл осы кеңесті құймақ дайындаған кезде міндетті түрде пайдаланыңыздар. Ендігі кезекте тортымыздың кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа сүзбені саламыз. Үстіне шекер саламыз. Және де үстіне 33% кілегейді, яғни сливкиді қосамыз. Енді кремімізді дайындау үшін жақсылап миксерлейміз. Егер сіздер кремді алдын ала дайындап қоятын болсаңыздар, оны тоңазытқышта сақтауға болады. Креміміз дайын болғаннан кейін енді тортымызды дайындаймыз. Ол үшін видеода көрсетілгендей бір табаны алып, 4 құймақты жан-жағына орналастырамыз. Қалай орналастыру керектігі видеода көрсетілген. Тортымыздың жан-жағын дайындап болғаннан кейін енді ең астына бір құймақты салып, одан кейін кремді жағамыз. Солай әр құймақтың арасына кремін жағып орналастырамыз. Өз қалауынша арасына жеміс-жидектер қоссаңыздар да болады. Мен тосап, яғни варенье қостым арасына. Кремімізді жағып, құймақтарымызды орналастырып болғаннан кейін енді тортымыздың бетін әрлейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ағаш таяқшалардың көмегімен жан-жақтарын бүгіп әдемілеуге болады. Одан кейін видеода көрсетілгендей құймақтың қиындыларынан мен әдемі гүл орап шығардым. Видеода қалай жасалатындығы көрсетілген. Және де үстін әдемілеп құлпынаймен, басқа да жеміс-жидектермен безендіруге болады. Дайын болған тортымызды тоңазытқышта 1-2 сағаттан артық сақтамаңыздар, себебі ондай жағдайда құймақтар кремді бойына сіңіріп алады да торттарыңыз құрғақтау болып кетуі мүмкін. Торт өте әдемі, биік, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.